Мына өте әдемі. Лақтарының құлақтары бәрі тікірейіп. Екі ұрғаш лақтары. Еркек нубийскийді өте жақсы, әдемі өскен. Осылармен қатар ғой бәрі сол кезде ертіп кеткен ғой. Ассалаумағалейкум. Міне осы бірінші тума Занин Альпи аралас ешкі сатылады. Мына екеуі ұрғаш лақтар. Соның лақтары қандарында альпийский мен Занин бар. Мына нубийский лақ, еркек лақ. Бұны да осы ешкі өсірген. Сонда қазір 3 лақты өзі осындай қылып өсіріп тұр. Лақтары уже жем шөпке ілініп қалған, оттыққан. Міне ешкінің өзінің қанында әбден сорып тастады. Ешкінің жерінің үрпісі де жақсы. Бірінші тума ешкінің өзінің қанында да альпийский қан бар. Лақтары да қарасаңыздар өте әдемі. Лақтарының бәрі оттыққан. Мына екеуі ұрғашы. Өзінің екі Занин лағы ұрғашы. Одан кейін мынау нубийский лақ. Оны да өзі өсірген. Нубийский лақта өте әдемі. Бұлайша айтқанда бұл уже бір қорамал. Мынау текесі болады. Үшеуі, құдай қаласа, 3 ешкі болады. Алам деген адамдарға жақсы қолжетімді бағада. Желін үрпісі бәрі жақсы. Бірінші тума ешкіге өте жақсы. Себебі бірінші тума денесі ірі, өз қанында альпи бар. Сөйтіп жүріп, 3 лақты осындай қылып өсіріп отыр. 3 лақты өсірген. Мынау енді өзінікі емес, бірақ сонда да осы да емеді осыны. Құлақтары барлығы келісті. Өзі ешкі де өзі ірі ешкі. Лақтары да өте сүйкімді, ұрғашы. Лақтарының әкесі Пиакок Альпи, бірақ бәрібір Заниннің қаны жібермеген. Желін формасы жақсы ешкінің. Еркек лақ болғаннан кейін тойымсыз қоймайды. Қайта-қайта келіп сорғыштай береді. Жем шөпке бәріне ілінген. Жақсы лақтарының бәрі. Ешкі денесі өте ірі. Бірінші тумаға денесі өте ірі. Осы сатылады. Алам деген адамдар болса, қолжетімді бағада. Былай айтқанда бір қорамал. Текесі болады ертең, осы үшеуінде қашыра береді. Себебі бұларға туыстық қатынасы жоқ оның. Бірақ мынаны ем өскен. Бұның анасы сатылып кеткен. Қоймайды бәрі емемеді бұл. Соны ана уже ауырты жерді 3 лақ, үшеуі де уже өсіп қалған, кәдімгі жем шөпке ілініп. Мына құлақтарын бәрін қараңыздар. Өте әдемі лақтарды. Әрі әдемі өскен. Алам дейтіндер болса, ертерек хабарласыңыздар. Срочно сатылады. Мына лағы ұрғашы, осы екі Занин лағы ұрғашы да, мынау теке болады, құдай қаласа. Бірақ үшеуінде осы емзеді. Тағы да түсініктірек болсын деп айтып отырмын.